Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте витаминге бай, керемет винегрет салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін каналымнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Рецептімізді бастайық. Ең алдымен 40 қабатымыздан бастаймыз. Дәл видеодағыдай соломка етіп турап шығамыз. Егер сіздерде квашеный капуста болса, сол түрін қоссаңыздар да болады. Менде квашеный капуста болмағандықтан мен капустаны өзім қолмен тұздайтын боламын. Капустамызды турап болғаннан соң үстінен 1,5 шай қасықтай тұзымызды салып, жақсылап қолдың көмегімен мыжғылайтын боламыз. Содан соң алдын ала заттарымызды пісіріп дайындап қоямыз. Ең алдымен картопымызды көбік бөліктерге бөліп турап шығатын боламыз. Картоптарымызды турап болғаннан соң сәбіздерімізді де көбік пішінде турап шығатын боламыз. Сәбіздерімізді турап болғаннан соң консервіленген бұршағымызды суынан төгіп, оны да салатымызға салатын боламыз. Егер консервіленген бұршақ түрі болмаса, үрме бұршақты пайдалансаңыздар да болады. Содан соң пісіріп алған қызылшамызды да бөлек ыдысымызға ең алдымен көбік пішінде турап дайындап алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Мендегі жасалынып жатқан салат 6 немесе 8 тәрелкеге арналып жасалған. Қызылшаларымыздың барлығын турап болды. Енді түсін басқа көкөністерге бермес үшін алдын ала қызылшамыздың үстінен өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сол кезде басқа көкөністеріміздің түсі қатты қызыл түске еніп кетпейтін болады. Енді салатымыздың үстіне қызылшамызды қосамыз, және де менде бұл жерде салаттың құрамында тұздалған қияр да бар. Барлығын жақсылап араластырамыз, дәміне қарай аздап тұзын сеуіп, және де сұйық майымызды құямыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып, дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Өте витаминге бай, керемет, дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, тәттілер, ыстық тағамдардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.